Сәлем достар, менің атым Айдарбек, камераның артына алпамыз, назарларыңызды 399 арнаңыз. Бүгін біз жаңа форматты сынап көреміз. Форматтың аты қазіргі құны қанша. Концепциясы қарапайым. Мен сіздерге техниканың бүгінгі күнге сай бағаларын тауып айтып беретін боламын. Яғни қандай техниканы қандай бағамен, қандай бір акциямен сатып алуға болады деген сияқты. Мысалы, смартфонда бүгінгі сынақ шығарылымда айфондардың бағасын зарықтаймыз. Ол форматты не үшін түсіргелі отырмыз? Біріншіден, көп жағдайда адамдар бір техниканы не болмаса басқа бір нәрсені сатып алмастан бұрын интернетті немесе магазиндарды шарлайды. Қолайлы баға іздейді, бағаларды салыстырады, акция іздейді. Бұл процесс адамның уақыты және тағы басқа адами ресурстарды талап етеді. Біздің ойымызша, біз үшін осының бәрін алдын ала жасап, нені, қайдан, қалай және нешеге сатып алуға болатынын айтып берсе керемет болатын еді. Сондықтан біздің арнамыздың көрермендері үшін сондай адам мен болмақпын. Сондықтан арнамызға жазылуды бір ойленіп қойыңыз. Екіншіден, сатып алмаса да тауарларға қарап, бағаларына қарап, бағаларын салыстырып, мүмкін армандайтын, мүмкін кейін аламын дейтіндер де бар. Оларға да бір тыңдап біліп қалу қызық болады деп ойлаймын. Оған қоса арнамызда осы айдарды ай сайын шығару ойымыз бар. Яғни әр ай сайын сол таңға сай бағаларды біліп отыра аласыздар. Айтып кеткенімдей, осы форматты сынақ түрінде түсіріп жатырмыз, әлі өзгерістер енгізілетін болады. Ал бүгінше біздің шығарылымда айфонның қазіргі құны қанша? 2 айдың шамасында дүние 13-ші айфонды көру керек деп күтіледі. Дегенмен бүгін біз қазір сатып алуға болатын айфондардың бағаларын қарастыратын боламыз. Оның үстіне Apple компаниясының Қытайдағы бір үлкен зауытын су басты. Яғни 13-ші айфон кешігіп шығуы мүмкін. Қалай болғанда да айфонның соңғысын алуын міндет көрмейтіндер де, қаржысын үнемдейтіндер де бар. Бағаларды 4 дүкеннен қарастыратын боламыз. Сулпак пен Технодом. Екеуін біріктірген себебім екі жақтың да бағасы бірдей. Екіншісі Белый ветер, үшіншісі Сатель және ұлы мәртебелі Каспий магазин. 12-ші айфондардан бастайық. Егер адам 512 гигабайттық iPhone 12 Pro Max алғысы келсе, ол қазір біздің видеомызды көріп отырған жоқ деп ойлаймын. Егер адам осы модельді ала алатын болса, оның миында экономия, қай магазиннен алу керек деген сияқты мәселелер жоқ деп ойлаймын. Бірақ осы кестеге де оның бағаларын тек салыстыру үшін қойдық. Егер сіздер 256 гигабайттық 12 Pro және 128 гигабайттық Pro Max-тың арасынан таңдау керек десеңіздер, 128 гигабайттық Pro Max-ты таңдауға кеңес берер едім. Себебі бағалары ұқсас және 128 гигабайт деген аз емес деп ойлаймын. Бірақ оны да қолданатын адамның қажеттілігіне қарау керек. Егер адам әрбір жерде өзін фотоға түсіргенді ұнататын болса, не болмаса кез келген қызық нәрсені фотоға түсіре беретін болса, оның үстіне телефонның жадын тазалаумен айналысқысы келмейтін болса, не болмаса компьютерге сақтап, не болмаса болттық қоймада сақтағысы келмейтін болса, тіпті 256 гигабайттық нұсқаға көзіңіздің қырын салып қоюға болады. Бірақ кем дегенде 128. Ал егер адам смартфондағы жадына жақсы қарайтын болса, не болмаса оған қатты үлкен жадтың керегі жоқ болса, iPhone 12 mini'дің 64 гигабайттық нұсқасымен және iPhone 11-дің 128 гигабайттық нұсқасын салыстыратын болсақ, 12 mini'ді алуға кеңес беретін едім. Себебі ол тура 12-ші iPhone сияқты тек қана көлемі кішкентай. Және батареясының көлемі де кішірек болады. Бірақ оны тез қуаттайтын адаптерді сатып алумен шешуге болады. 11-ші болсын, 12-ші болсын, комплектісінде бәрібір адаптер жоқ. Әрине мен 11-ші iPhone-ның Slimbox нұсқасын айтып отырмын. Бірақ 12 mini'дің батареясының көлемі аз, өзі де кішкентай дейтін болсаңыздар, ұнатпаған болсаңыздар, 11-ші iPhone-ды алсаңыздар да болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол неше жыл бойы жаңартылып, өзінің өзектілігін жоғалтпайды. Ал егер 12-ші мен 11-ші iPhone-ның арасынан ойланатын болсаңыздар, ешқайсысын алмауға кеңес беремін. Одан да 13-ші iPhone-ның шыққанын күткен дұрыс деп санаймын. Себебі ойыңызда мүмкін сіз үнемдегіңіз келіп тұрған шығар, бірақ бір шетінен 12-ді алғыңыз келеді шығар. 12-ның экраны да керемет, 11-ге қарағанда енді бір жылға өзектілеу болады деген сияқты, жаңарақ дегендей. 13-ші iPhone шыққаннан кейін жаңа бағаларға қарап, одан кейін ойланып көруге болады. Айтпақшы айтып кетейін, мына кестені скриншот жасай аласыздар керек болып жатса. Мүмкін жақындарыңыздың туған күні жақындап келатқан шығар, оған жаңа бір iPhone сыйлайтын шығарсыздар. Қалалық адамдардың арасында iPhone-ды сыйға алса қуанбайтын адамды білмеймін. Болмаса өзіңізге сатып алатын шығарсыздар. Мына кестеге қарағанда ең арзан бағалардың Каспий магазині екенін байқауға болады. Шынымен де Каспийдің магазині өте ыңғайлы. Адамдар кредитке алып жатады, рассрочкаға алып жатады. Рассрочкаға мүмкіндік беретін акциялар көп болып жатады. Бірақ ешкімге iPhone-ды кредитке немесе рассрочкаға алуға кеңес бермейтін еді. Бәріміз білеміз, iPhone деген керемет болса да қымбат смартфон. iPhone жұмыста қиналып, қарызға батып, ақшаны үнемдеп, роллтон жеп жүруге тұрғылықты нәрсе емес. Бұл әсіресе студенттерге және жалақылары аздау адамдарға қатысты. Олардың кейбірлері мүмкін жұмысқа енді кіріп, алғашқы алған айлықтың иісін сезіп, ақшаны жұмсағылары келіп тұрған шығар. Ондайдың керегі жоқ. Осы кестеге Honor және тағы басқа модельдерді қосқан жоқпын. Себебі жаңа ғана айтып кеткен адамдарды осындай iPhone-ның ең арзан түрлері тартады. Бірақ айтып кетейік, iPhone несе кімге арналған? Біріншіден, телефонда ойын ойнамайтын
және телефонмен тіпті жұмыс істемейтін адамдарға арналған. Екіншіден, iPhone-ның өзінің болуы үшін. Себебі iPhone-ды қолданған бір ғанибет. Үшіншіден, жаңа iPhone-ның басындағы кекілдерін ұнатпайтын. Және бұрынғы Touch ID бар үйге батырмасын ұнататындарға арналған. Оның батареясы тіптен аз. 1800 мАч. Бірақ ол былтыр ғана шыққан iPhone, сондықтан ол әлі жылдар бойы жаңартылатын болады. Іш құрылысы 11-ші iPhone-мен бірдей. Артында жалғыз камера, бірақ ол жақсы камера. Өзінің функциясын жақсы атқаратын камера. Және селфи камерамен портреттік режиммен түсіруге болады. Өзімнің жағдайымда мен iPhone SE-ні Instagram қолдану үшін ұстайтын едім. Себебі Instagram-ды қолдану үшін iPhone-ның орнын ешқандай Android ауыстыра алмайды. Ал енді SE-нің зарядкасы шынымен аз дейтін болсаңыздар, онда 10R-ге қарауға болады. Бірақ енді басындағы кекіліне үйреніп алу керек болады, және үстінен ақша қосу керек болады. Бірақ қандай iPhone таңдайтын болсаңыздар да, артынан 20 ваттық ресми тез қуаттайтын адаптерді сатып алу керек болады. Оның бағасы 13 000 теңгенің айналасында. Сонымен бұл видеода біз Apple компаниясының смартфондарын қарастырдық. Осы видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарийге жазып кетіңіздер. Қандай техниканың бағаларын қарастырғанымызды қалар едіңіздер. Тіпті кір жуғыш машина болса да. Мүмкін келесі айдың соңындағы шығарылымда сіз айтқан техниканың сол күнге сай бағаларын салыстырып беретін боламыз. Ал әзірше видеомызға лайк қойып, арнамызға жазылып, әлеуметтік желілерімізге жазылып, қолдап жіберіңіздер. Менің атым Айдарбек. Бұл 399 арнасы. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.